табиғат ресурстары мен жағдайларын жан-жақты зерттеу, оларды тиімді пайдаланудың, өндіргіш күштерді орналастыру мен дамытудың, табиғатты қорғаудың және қалпына келтірудің ғылыми негіздерін жасау саласын зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының саласы география. Тірі организмдердің құрылысын, функциясын, өсіп жетілуін, шығу тегін, эволюциясы мен жер бетінде таралуын, қоршаған орта мен ара қатынасын зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының саласы биология. Заттардың бір-біріне айналуын зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының бір саласы жеке заттар бір-бірінен құрамы мен қасиеттері бойынша ажыратылады. Реакцияға атомдар мен молекулалар қатысып, жаңа заттар түзілетін жаратылыстану ғылымының бір саласы химия.